Саламатсыздар. Мен Гүлзира Абылқан 2022 жылы 9 айдың 18-інде бүгін ашық үйді үнді тұтағандағы себебім өздеріңіз білесіздер, Шығыс Түркістанда 27 аудан Іле облысында қатты жауыз шөжіппен қолдан жасаған ашаршылығын істеп жатыр. Өйткені барлықтарын үй қамаққа қамап алып, сыртынан құлып салып, уағында ішпек жемектерін апарып бермей, қаншама қандастарымыз аштан өліп жатыр. Соларға куә болып, соларды дәлелдеу үшін біз Америкада Қытай түрмесінен шығып келген тірі куәгерлер Ақ үйде, яғни Ақсарайда алдында аштық жариялаймыз деп тұрмыз. Бүгін аштық жариялаймыз. Сол үшін дүниежүзілік халықаралық адам құқығын қорғау орындары және кісілік адам құқығын қорғау орындары BBC сіздерден көмек сұраймыз. Біздің ашық сұхбат берген және Ақ үйдің алдында қонып жатып Қытайға қарсы қырғыншылығыңды тоқтат деген саясаттарды Қытай жағына санкция салыңыздар және сол жақтағы адамды құтқаруға сіздерден араша көмек сұраймыз. Бірінші мен ойлаймын, адам өмірін құтқару маңызды деп. Қазір ол жақтағы сол карантиннан, ашаршылықтан, COVID-19 деген сылтаумен пайдаланып, қаншама қандастарымызды жібермей жатыр және сөйлестірмей жатыр. Шөжіппен өзі келсе келеді, басқа елдер не үшін сөйлестірмейді? Әкесі мен баласы неге сөйлестірмейді? Ер мен әйелді неге сөйлестірмейді? Не үшін ажыратып жібермейді? Халықаралық заң бойынша отбасын, бала шағасын көру құқығы бар ғой. Мен ешқашан Қытайдан жер су талап қылғам жоқ. Ол жақтағы туыстарды және сөйлестірсін және олардың жүріп тұру құқығына шектеу салмасын. Егер олардың жүріп тұру құқығына шектеу салып, қоқан құқы көрсететін болса, мен яғни шипыңнан тартып, шөжіпіңнен тартып, халықаралық сотқа беруге дайынмын. Сол үшін барлық қазақ халқы Қытайдағы туыстарымызға жоқтаушы болып, соларды ажал аузынан, шөжіпінің қолдан жасаған ажалынан құтқарып қалуға күш салайық.